Оқыс оқиға. Балқашта 6 жасар ұл бала 2-ші қабаттан құлап кеткен. Қазір науқастың жағдайы қалай? Білім гранттары. Балқаштық колледждер 20 тамызға дейін құжат қабылдайды. Тегін оқуға қанша үміткер бар? Баланың аттестатына қараймыз, документ тапсырылған кезде. Карантин қайта күшейеді. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой коронавируспен күрестің қандай жолдарын ұсынды? Балқашта 6 жасар ұл бала 2-ші қабаттан құлап кеткен. Оқиға кеше кешкісін 17-ші орамдағы Чайковский көшесінде орын алған. Ойын баласы жағдайы орташа ауыр күйде дереу ауруханаға жеткізілген. Алайда өміріне қауіп келтірер сынық белгілері анықталмады. Бүгінгі күні жеткіншек травматология бөлімінде ем қабылдауда. Жағдайы тұрақты деп бағаланып отыр. Баланың жағдайы жақсы. Кеше түнде түсті. Бүкіл тексерулерін жасадық. Ешқандай жерінде өміріне қауіп келтіретін зақым жоқ. Жағдайы тұрақты. Реанимацияда емес. Травматология бөлімшеге ауыстырдық. Балаңызды қараусыз қалдырмаңыз. Қауіпті нысанға жақындауға болмайтынын ескертіңіз. Нысанның құлау мүмкіндігі бар. Қараусыз үйлерде болудың зияны бар екендігін балаңызға түсіндіріңіз. Балаңызды қауіпті жағдайларға тартқысы келетін балаларға жоқ деп айтуды үйретіңіз. Мысалы, қараусыз қалған құрылыста не болып жатқанын көруге, от жағуға, үйдің шатырына шығуға, жертөлеге түсуге шақыруы мүмкін. Марат Балдачев биылғы ұлттық бірыңғай тестіден 125 ұпай жинап қатарының алды болды. 1-ші сыныптан бастап оқуда озат болған Марат физика, математика пәндерін сүйіп оқиды. Жас түлектің сөзінше білім сынағына тыңғылықты түрде дайындалсаң, алынбас қамал жоқ. Я бы не сказал, что прям сложный вопрос, скорее. Тестілеуге өз күшімен дайындалдым. Ұстаздарымның да еңбегі зор. Аса бір қиынға соққан тапсырмалар болды деп айта алмаймын. Қазақстан Британ техникалық университетіне түсіп, IT саласының маманы болғым келеді. Маратпен бірге зияткер мамандандырылған мектеп-интернатын 25 бала тәмамдады. Оның 4-еуі бұл тесттен 100-ден жоғары ұпай жинаған. Мамандандырылған мектеп-интернат түлектерінің тестілеудегі орташа ұпайы 87-ден асып отыр. Айта кету керек, Балқаш аймағы бойынша түлектері озық шыққан зияткер мамандандырылған мектеп-интернаты бастапқыда қалалық гимназия болған. Осыдан 3 жыл бұрын аталған білім ордасы облыстық білім басқармасының қарамағына өтті. Енді санын жүзінде айтатын болсақ, бізде орташа балымыз 87,5. Бұл орташа бал мектеп бойынша. Ал егер қазақ және орыс бөлімдеріне келетін болсақ, қазақ бөлімімізде 91 бал орташа бал, орыс бөлімінде 84 бал болып тұр. Жас мұғалімдер, неге жас мұғалімдер? Себебі ол мұғалімдер өздері кезінде ЕНТ тапсырған, ұлттық бірыңғай тестілеу. Сондықтан олар қыр-сырын біледі ЕНТ-ні. Сондықтан оларға балалар дайындау әлдеқайда оңай. Зияткер ұрпақ тәрбиелеуді 5-ші сыныптан қолға алатын бұл білім ошағы физика-математика бағытында білім береді. Ернат Ариновтың айтуынша, Балқаштық әр балғынның бұл мектепте оқуына мүмкіндігі зор. Тек берілген сыннан сүрінбей өту керек. Мамандандырылған дегеніміз бұл физика-математика бағытындағы біз 5-ші сыныптан бастап қабылдаймыз. Қазіргі таңда да бізде қабылдау жүріп жатыр 5-ші сыныпқа. Егер қалада физика-математика бағытында оқимыз деген оқушылар болса, 5-ші сыныпта түсеміз дейтіндер болса 4 сынып бітіріп, онда біздің есігіміз оларға әрдайым ашық. Емтихан тапсырады, сол емтихан нәтижесі бойынша біз оқуға аламыз. Қаламыздағы жергілікті колледждер 9-ші және 11-ші сынып түлектері үшін 900-ге жоқ білім грантын ұсынады. Бүгінгі таңда карантин шараларына байланысты колледждерде құжат қабылдау мен тапсырылатын емтихандардың тәртібі өзгерген. Бізде 9-дан кейін 11-ден кейін орысша, қазақша. Әсел Смағұлова медицина колледжіне түсушілерге қабылдау жүргізеді. Биыл аталмыш оқу орнында 75 талапкер тегін түрде медбике және акушер мамандығын меңгере алады. Ол үшін болашақ студенттің аттестаттағы бағасы үздік болуы тиіс. Баланың аттестатына қараймыз, документ тапсырылған кезде міндетті түрде қазақ тілі, биология, химиясына қараймыз. Аттестаттағы бағасына қараймыз, содан кейін психометрический тест тапсырады. Бұл мамандықты бала қалай таңдады? Психологиялық жағынан дайын ба, дайын емес па? Содан кейін эссе жазады, то есть шығарма жазады бала. Оның барлығын бала үйде отырып онлайн түрде тапсырады, конкурс осылай өтеді. Құжаттарды қабылдау онлайн режимге ауыстырылды. Талапкерлер электрондық сандық қолтаңба ашуы керек. egov.kz порталындағы білім бөлімінен орта білім нұсқасын таңдау қажет. Тізімнен қажетті колледжді белгілеп, жеке мәліметтерді толтыруы шарт. Немесе осы жерге әкеліп тапсыруға да болады. Барлық карантиннің талаптарына сәйкес қарастырылған, қолдарына обработка жасап кірген бетте маска, дистанция сақтап,
2 метр қашықтықта отырып заявлениесін жазып кәдімгі құжаттарын бізге де тапсырса болады. Өтінім оқу орнына жіберіледі. Балқаштық 7 колледж 20 тамызға дейін құжат қабылдайды. Білім ордаларында 900-ге жуық гранттық орын бар. Бұл орындарға 9 сыныпты тәмамдаған 1079 бала үміткер. Оған қоса ұлттық бірыңғай тестілеу сынағынан өте алмаған түлектердің де өз бағын сынауға мүмкіндіктері бар. Мәдениет сарайының артындағы ойын алаңына төселген жасанды газонның жыртылған кейпін тұрғындар видеоға түсіріп редакциямызға жолдаған еді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі шағымға жауап берді. Мәдени сауық орталығы жөндеу бригадасын жіберіп, жабындыны қалпына келтірді. Айта кетейік, Мәдениет сарайының артындағы гүлзар демеушілердің есебінен сыйға тартылған. Ғимарат әкімшілігі балқаштықтарды ұқыпты болуға шақырады. Қымбатты тұрғындар, әсіресе жастар, бұл қала тек қана бізге керек, бұл қаланың көркеюі, өсуі, өнуі, ол бәрі тек қана біздің қолымызда. Сондықтан қаланың шын жанашыр ретінде айтайын, мұндай фактілерді болдырмауға тырысайық. Біреу бір жерде бүлдіріп жатса, сындырып жатса, оған тоқтау айтайық. Себебі біз өз қаламызды жақсы көруіміз керек. Кеше жұмысшылар кентінде автокөлік жанып кетті. Абырой болғанда өрт тұтанған кезде көлік салонында ешкім болмаған. Оқыс оқиға Сәрсенбаев көшесінде болған. Жалынды өтіп бара жатқан әйел адам көріп, өрт сөндіру қызметіне хабарлаған. Тілсіз жауды ауыздықтауға 2 техника мен жеке құрамның 8 адамы жұмылдырылды. Олар өртті 15 минутта сөндірді. Өкінішке орай көлік қайта қалпына келтіруге жарамсыз болып қалды. Оқиғадан зардап шеккендер жоқ. 29 маусым 2020 жылы өрт сөндіру бөлімінің номер 5-ші диспетчерге қоңырау соғылды. Сәрсенбаев көшесі теплицаның жанында жеңіл автокөлігі өртеніп жатыр деген. Сағат 14-11 минутында пожар толықтай сөндірілді. Балқашта былтырғы жылдың 6 айымен салыстырғанда ажырасу көрсеткіші 18%-ға азайған. Былтырғы жылы заңды некелерін бұзуға 215 отбасы арыз түсірген, 132 өтінім қанағаттандырылған. Ал биыл түскен 177 арыздың тек 80-і ғана қабылданып отыр. 2019 жылы 21 жұп медиация әдісімен татуласса, биыл 13 отбасы бітімге келді. Сондай-ақ осы жылы ажырасуға ниет білдірген бір отбасының арызы кері қайтарылыпты. Басым көпшілігі мінездерінің сәйкес келмеуі, бірін-бірі түсінбеуін себеп қылса, енді бір араларына 3-ші адамның түсуін алға тартқан. Шаңырақ шайқалуына жұмыссыздықтың да кері әсері тиюде. Семья институтын жетілдіру мақсатымен тараптарды татуластыру үшін арыз сотқа түскен күннен бастап татуластырушы судья, медиаторлар және билер алқасы тығыз жұмыс жасайды. Қазіргі таңда азаматтық процестік кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес татуластыру рәсімдерін жүргізу уақыты 5 жұмыс күнінен 10 жұмыс күніне дейін ұзартылған. Бұл өзгерістер Балқаш өңірінде ажырасудың төмендеуіне әсер тигізетіні сөзсіз. Елімізде карантин режимі қайта күшейтіледі. Бүгінгі брифингте денсаулық сақтау министрі Алексей Цой елдегі карантин режимінің күшею уақыты жақын күндері хабарланатынын мәлімдеді. Сондай-ақ аталған індетпен күресте туындаған мәселелер бойынша өзгерістер енгізілетінін атап өтті. Министр коронавируспен күрестің бірнеше жолын ұсынды. Учитывая ажиотаж, сразу же было принято решение пересмотреть правила поставки и закупа лекарственных средств. Отечественными производителями поставлены крупные партии жаропонижающих препаратов. Также уже завезены ингаверин и 70 тысяч упаковок и терафлю 49 тысяч упаковок, которые до конца недели будут поставлены на оптовые склады и в дальнейшем будут направлены в регионы. В настоящий момент в таможенных складах страны проводится оформление документов по оптовым партиям требуемых лекарственных препаратов. Они поступят на прилавки аптек в ближайшее время. Второе. В стране наблюдаются большие очереди на компьютерную томографию легких. Сегодня в стране функционирует 135 томографов. Пневмония может быть также диагностирована на цифровых рентген-аппаратах, которые являются более доступными и дешевыми по стоимости. Данный метод диагностики будет также включен в клинический протокол диагностики и лечения COVID-19. Третье.
Актуальный вопрос для населения – это тестирование на COVID-19. Сегодня на рынке несколько диагностических тестов, в том числе от отечественных производителей. Правительством выделен почти миллиард тенге на закуп 1,2 миллиона тестов. Запас этот будет постоянно поддерживаться, и тесты поступят в ближайшее время. В Казахстане сегодня функционирует 46 диагностических лабораторий. Только в городе Нур-Султан их пропускная способность позволяет проводить 10 тысяч тестов в день. Из-за недостаточности мощности лабораторий планируется дополнительно закупить 20 ПЦР-анализаторов до конца августа. Бригадами скорой помощи будут организованы забор тестов на вызовах. В каждом регионе планируется определить требования по охвату населения тестированием на COVID-19 в зависимости от эпидситуации. Четвертое. Поступают жалобы от граждан на длительность обслуживания или отказы вызовов скорой помощи. Количество вызовов по стране в среднем увеличилось в 1,8 раз, а в таких крупных городах, как Нур-Султан, Алматы, в 2–2,5 раза. Остро стоит проблема нехватки бригад и машин скорой помощи. В настоящий момент заключены договора на поставку 807 автомашин скорой помощи отечественного производства. Также отрабатывается опыт зарубежных стран по вводу коронатакси с привлечением сил автопарков, автотранспорта, немедицинских организаций. Эти предложения отданы на рассмотрение межведомственной комиссии и, надеюсь, будут поддержаны. В сложившихся условиях наиболее верным решением мы видим максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому. Амбулаторно-поликлиническая помощь переводится в формат дистанционной работы. На уровне участков планируется создать порядка 3000 мобильных бригад. Они будут обеспечивать выезд медицинских работников к пациентам на дом, забор тестов на COVID-19, консультировать пациентов и назначать лечение, оформлять листы временной нетрудоспособности, а также удаленно проводить мониторинг состояния пациентов. Пятое. Особенности течения данного вируса таковы, что пациенты чаще нуждаются в стационарном лечении и искусственной поддержке дыхания. Сегодня заполняемость стационарных коек по стране составляет в целом порядка 60%, в городах Нур-Султана, Алматы она достигает до 90%. В стране 348 медицинских организациях были развернуты 26 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. Планируется дополнительно по стране до конца августа текущего года открыть 10 тысяч коек в стационарах, в структуре которых имеется оснащенное реанимационное отделение и палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ. Общее количество функционирующих аппаратов ИВЛ составляет 3294 единицы. За последний месяц закуплено 978 аппаратов и дополнительно планируется закупить порядка 1000 аппаратов ИВЛ. Шестое. Важными для населения остаются вопросы порядка захоронения усопших. Внесены изменения в действующий порядок захоронения, разрешены на любых кладбищах со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм.